Өңірімізде аллерголог тапшы, ал көбіне көп иммунитеттің әлсіздігінен туатын ауру жылдан жылға көбейіп барады. Облыс орталығындағы санаулы маманға қаралу үшін тұрғындар алыс аудандардан атарылдып келеді. Ал дәрігерлер болса артық жүктемемен жұмыс істейді. Тілшіміз Ақерке Берікбекқызы мәселені зерттеп көрді. Біз қазір нөмір 1-ші қалалық емханадамыз. Бұл емдеу мекемесі 40 мыңнан астам халыққа қызмет көрсетеді. Мұнда кардиолог, хирург, невропатолог, гинеколог секілді тар буынды мамандардың барлығы бар, бірақ аллерголог жоқ. Емханада аллерголог мүлдем болмаған, қажет, бірақ штат жоқ. Ал аллергияға шалдыққандардың қатары жыл сайын көбейіп барады. Былтыр 215 науқас болса, биыл олардың саны 245-ке жетті. Белгіленген халыққа белгіленген аллергологиялық штат кестесі әлі бекітілмеген. Аллергологиялық көмектің ережелері денсаулық сақтау министрлігінде жасақталу кезеңінде. Тегін кеңес алу үшін бірнеше ай бұрын кезекке тұрып, әрең дегенде дәрігердің алдына жеткен жанның бірі Зоя Боранбаева. Ол диагностикалық орталықтағы аллергологқа қаралу үшін Қармақшы ауданынан келген. 250 километр жерге, осы біз Қызылорда облыстық жерге келіп, осы аллергенологқа көрінуге тура келеді. 4 жыл болды қиналып келе жатқаныма аллергиядан. Осы сұрастыра келіп, осы Қызылорда облысында бірақ түйір бар екен. Облыстық кеңес беру орталығындағы сол жалғыз дәрігер Светлана Когай. Себебі қалған 2 маман облыстық медициналық орталықта және балалар ауруханасында. Сондықтан қалалық емханалар да, аудандар да жолдаманы осы Светлана Когайға береді. Ол күнне 20-ға жуық адамды жалғыз өзі қарауға мәжбүр. Проблема в том, что, во-первых, аллергологов в Кызылорде у нас мало. Проблеманың бәрі осы аллергологтардың жетіспейтінінен туындап отыр. Сосын әрине науқастар өздері емделеді, дәрігерге қаралмайды. Өзі емделген соң ауру асқынады. Мысалы, ринит созылмалы дерт, оны емдеуге ұзақ уақыт керек. Мамандардың айтуынша қазір 2-нің бірі бұл ауруға бейім. Аллергия ауа, күн, шаң тозаң мен жасыл желектен болуы мүмкін. Бірақ әзірге ауруы асқынған науқастардың өңірдегі 3 аллергологқа қаралғаннан басқа амалы жоқ. Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.